ол елге жанашитын, халыққа шын жанашитын адам ол деп. Дұрыс? Бізде айтайық, Ринат халыққа жанашитын адам. Бірақ біздің қазақта, не болмаса біздің елдің конституциясында заң бар ма? Халыққа жанашитын адам, елге қызмет қылатын адам, қателессе, оның қателігін оған айтпаңдар, оны ескертуге болмайды деген заң бар ма? Өзі осындай аурудан құтыла алмай келе жатқан қауым емеспіз біз. Небір атақтылардың, небір адамдардың бала шағалары біреуді қағып кетсе, қағылған, өліп қалған кінәлі болады. Қылмыс жасаса, сотталмай шығып кетеді. Қызылға өтіп кетсе, светофор кінәлі болып шығады. Осындай аурудан онсыз да құтыла алмай келе жатқан жоқпыз. Ертең енді Ринат бауырымыз Алматыда қызылға, Бағдаршамға өтіп кетсе, біреуіміз айтамыз ба? Бұған штраф салмаңдар, бұл елге жанашып жүрген адам ғой деп айтамыз ба? Бұл да тура сондай нәрсе ғой. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Қателік жасады ма, қолмен жасағанды мойынмен көтеру керек еркек адам. Қателік айтылу керек, және ол оны көтеру керек. Бұл біріншісі. Екіншісі айтқым келгені. Осы не үшін намазхандар деп сөйлейміз? Мысалы, біреу сұрақ қояды. Намаз оқитындарға темекі шегуге бола ма дейді. Жарайды. Намаз оқитындарға. Сонда намаз оқымайтындар сіздер өздеріңізді вообще өз мұсылманбыз деп санайсыздар ма? Бұл сұрақ не үшін? Жалпы мұсылманға шегуге бола ма, болмай ма деген сұрақ болу керек еді ғой. Мадияр таутастарлап қайда жүрсің? Ринатқа бәрі жабысып, жабылып жатыр дейді да. Неше түрлі нәрсені көріп жатырмын. Біреулер ұстаздарға жаңағы айтып жатыр, сендердің жандерің тыныш, сендер надансыңдар деп. Біреулер Ринатты айтып жатыр, жаңағы сенікі дұрыс емес. Жоқ, бұл жерде жалпы көп нәрсе дұрыс, көп нәрсе дұрыс емес, ағайындар. Бірақ сендерге не кажется, екіге бөлініп баратсыңдар. Мына біреулер ұстаздарды қолдап жатыр, дінді қолдап жатыр, біреулер Ринатты қолдап жатыр, сендер жаңағы арапшыл болып кеткенсіңдер, андай дұрыс емес нәрсе істеп жатсыңдар деп. Ағайындар, біз бір нәрсені білейік, біз қазақпыз. Біреулер айтады, біз қазақпыз, біз қазақ болып қалайық, біз араб емеспіз деп. Шешеңе рахмет, қай ата бабаң намаз оқымай надан болды. Біздің ата бабамыздың бәрі намазын қазағымаған біздің қазақтар бар ма? Ата бабамыз. Қазақ деген кезде бізге біз мұсылманбыз, біз қазақпыз, біз кәдімгі шариғатпен жүретін адамбыз деген түсінік қалыптасу керек бізде. Біз түріктер туралы айтсақ, біз білеміз түріктер, мұсылмандар, құдайына берік, дініне мықты адамдарда. Енді бұл жерде келді, дінді қаралап жатсыңдар қазір. Дін менен жаңағы бұлар фанат болып кеткен арабтардың деп. Арабтың фанат болып кеткен бәлемізде жоқ. Біз өзіміздің шариғатымызды, дінімізді ұстанатын мықты халықпыз. Енді қазақпыз, біз қазақ болайық деп шықтыңдар да, қазақ сонда кім? Қазақ кәпір ма? Ағайындар, екіге бөлінбейік, екіге бөлініп баратыр, қоғам екіге бөлініп бар. Бұның ақыры жақсылыққа апармайды, мен сендерге айтайын бар ғой. Ринат дұрыс емес айтса, Алланың алдында өз жауап береді. Қырт сырт ондай қатын өсек әңгіме қою керек. Ринаттан қолыңды тарт, Жәңгірдің шабармандары. Қазіргінің махамбеті, елім, жерім деп қазақ үшін күрескен азамат, қазірде күрес жүрген азаматты сендер жоя алмайсыңдар, не айтсаңдар да. Осы мен түсінбейтінім, сендер қайда болдыңдар? Осы Балғынбек, Нұртас Адамбай, қазақты 30 жыл бойы тонап, қазақты тентіретіп жүрген кезінде. Қайда болдыңдар сендер? Қаңтарда қазақты өлтіріп жүрген кезінде. Қайда болдыңдар қазақты түрмеде азаптап жатқан кезде? Қайда болдыңдар? Үндемедіңдер ғой. Енді келіп Ринатты жамандап, оны жер қылмақшысыңдар. Біз ондайға жол бермейміз. Біз де намаз оқитын азаматтар, елімізді жақсы көретін бірақ азаматтар, өзіміздің бауырымыз үшін әрдайым қолдау білдіреміз. Мысалға, сендердің осы Ринаттың айтқан 80% мүмкін қате шығар, одан аз болу керек. Бірақ ондай азаматтар бар екенін барлығы біледі. Осы солардың ішінде де осы Қайрат сатып алды. Қанша миллиардтаған ақша жымқырып қазір түрмеде ғой. Оның жанында жүрген сол Бекболат Тілеухан, Тазабек, Балғынбек, басқалардың барлығы. Неге олар ол сол кезде айтпады? Осы қазақтың мұңын, қазақтың жағдайын неге өзгертейік демеді? Осы қазақты тонап, оған мешіт салған, ол ең үлкен ақымақтық екенін неге біз түсінбейміз? Исламды жамылып алып, мешіт салған, ұрланған ақшаға. Ол ешқашан Алла тағаланың алдында жақсы болмайды. Сондықтан Ринатты біз қолдаймыз. Елім, жерім деген азаматтар, біз осы
Нұрсұлтанның отбасын билікке қайтып келуін ешқашан болдыртпаймыз. Бізге жаңа болашақ керек. Жаңа болашақты біз құруымыз керек. Сондықтан